başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak, duysun. Bana selam dostlar. Turkiyadan жалынды сәлем. Мен қазір Rize деген қаласында оқып жатырмын. Түркияның универінің есімі аты Recep Tayyip Erdoğan университеті. Вот, бүгінгі видеода мен бұл жаққа қалай түстім, жалпы Түркиядағы өмір қалай, кішігірім блог да болады и көптеген сұрақтарға жауап болады. Вот. Бұл менің жасында жақында жасатқан, Түркияда жасатқан прическам. Каскад. Тұтқам. Негізінен Түркияда әлі келгелі бір ондай блог түсірген жоқпын. Менен көп сұрайды, қалай ұнады ма деп, Түркияда тұруға бола ма деп. Әрине болады. Ақша жағынан негізінде мен тұратын қалада өте қатты қымбат емес. Бағалары тура Шымкенттің бағасымен бірдей. Вот. Ал негізі минус в том, что иттер өте көп. Мен иттен прям қорқам. Но қазір мен үйреніп қалдым уже. Вот. Жалпы негізі Турцияда андай көктем келе жатқан кезде, наурызда келсек, наурыз келген кезде, жаз келген кезде келсем, прям погодасы күшті болып тұрады. Күшті айна бар көшемізде. Еще мен универіме 15 минутта тез бара аламын, то есть мен жаяу барам, жаяу жүрем. Вот, то есть бір жағынан спорт, бір жағынан тиімді. Андай автобусқа ақша құртпаймын. Вот. Негізінде универге түсер кезде обязательно андай универ сенің үйіңе өте жақын болу керек, потому что автобусқа ақша көп кетуі мүмкін. Вот. Біздің әдемі кафешкамыз бар. Единственный. Ана жерден бізде теңізге вид ашылады. Смотрите. Күшті, е? Var. Біз негізі сезонның күшті кезінде келдік, яғни наурызға таман келдік қой біз. Вот, из-за этого погода прям күшті. Кейде енді жаңбыр жауатыны бар, бірақ кейде суық та болатыны бар, прям қар жауған кезде де болды. Но погода прям күшті болды. Бұл жақта бір минус, андай минус емес, ол маған минус, понимаете? Қыздар и балдар любой жерде андай темешеге береді. Даже универдің алдында да. То есть, мысалы, біздің основалық универде ондай шегу, вейп шегу, это прям forbidden, яғни болмайды да. Ал Түркияда любой қыз орамалдағына любой бәрі шеге береді. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Жеттік. Мына өтем қалдым ғой. Біздің универдің алда ең басты ғимарат, мына жақта факультеттер орналасқан. Достар, мен өзімнің кітапханама келіп жеттім. Қазір барлығын айтып беретін боламын. Мен бастайық. Негізінде мен Түркияға академ мобильностьпен түстім. Осы жақта мен 5,5 айдай оқитын боламын. 5-6 айдай оқитын боламын. Мен қазір негізінде 3-ші курстың. 3-ші курстың 2-ші семестрінде оқып жатырмын. Яғни бұл программа бір семестрге жіберетін болады. Яғни мен уже осы семестр бітіріп, келесі қазақстанға қайтатын боламын. Ол кезде уже 4-ші курста оқитын боламын. Вот. Оған қалай тапсырамыз? Тапсыру үшін толық информацияны өзіңіздің универіңізден, яғни кураторыңыздан сұрау керексіздер. Негізінде программа бойынша бұл программаға, яғни Erasmus программасына, егер сіз басқа шетелдік оқуда бір семестр оқитын болсаңыз, бұл Erasmus программасы деп аталады. Яғни ол программаға сіз 1-ші курста қатыса аласыз, немесе 2-ші курста қатыса аласыз, немесе 3-ші курста қатыса аласыз. 1-ші курстың тек 2-ші семестрінде ғана қатыса аласыз. Яғни 1-ші курсты 1-ші семестрін бітіріп, 2-ші семестрінде уже тапсыру керексіз. Вот. Негізінде толық информацияны қай курста, қай не баралатыны барлығын негізі универден сұрау керексіз. Негізінде сұрамасаңыз көп универлер айтпайды. Вот. Өзіңіз ізденбесеңіз, өзіңіз ізденіп сұрамасаңыз көп информациядан қалып кетуіңіз мүмкін.
Мен мына жерде айтуды ұмытып кетіппін. Бірінші кезеңнен өтсеңіз, екінші кезеңге барасыз. Ал егер бірінші кезеңде сізде IELTS сертификаты болмаса, онда екінші кезеңге өтпейсіз. Екінші кезеңдегі сұрақтар оңай сұрақтар. Просто не үшін бара жатсыз ол елге, не үшін Академия Мобильностьке тіркелгіңіз келеді деген сұрақтар болады. Сұрақтар жалпы оңай, бірақ ағылшынша, орысша сұрауы мүмкін. Ол сіздің универіңізге байланысты болады. Негізінде түсуге стоит па деген көп сұрақ келеді. Негізінде иә деп айтамын, себебі егер қандай да бір елге түсуге шанс болып тұрса, Турция немесе Польша немесе тіпті басқа да қалалар бар, универ жіберетін негізінде. Қазір ұмытып тұрмын, но көп нелер бар, шанстар бар. Егер бір қалаға түспей қалып, келесі қалаға мүмкіндік шығып жатса, неге бармасқа? Мысалы, негізі біз Польшаға бару керек болғанбыз, Европаға бару керек болғанбыз. Бірақ негізінде мен өзім үшін қалауым Турция болды. Вот. Содан біз Турцияға түсіп кеттік, И мен түсінгенім, адам өз қалауын не қалайтын білсе, ол точно сол нәрсені алады. Вот. Түсуге стоит па, Турция қымбат емес па дегенде сұрақтар келеді. Негізінде Турция мүлде қымбат емес. Ондай ойлағандай, прям Европаға кететін ақшадай ондай қымбат емес негізінде. Кәдімгі Қазақстанмен бірдей бағалары. Ет қымбат болуы мүмкін. Сізде студент болған соң енді көп нәрсе аламайсың, бірақ алатын стипендияңыз негізінде, Қазақстанда алатын стипендияңыз осы жаққа негізінде жетеді. Мысалы, мен Қазақстанда өзім грантта оқимын ғой, одан мен 78 ма алам. И ол ақша негізінде жарты айға болсын, бір айға жетпеуі мүмкін, енді жарты айға болсын жетеді. Ары қарай әрине сіздің ата-анаңыз немесе өзіңіз қосымша жұмыс жасайтын болсаңыз онлайн сонымен арқылы кәдімгідей тұруға болады. Вот. Қорқынышты емес па дегенде сұрақтар болады. Турция мүлде қорқынышты не емес, ол қалаға байланысты. Мысалы, мен тұратын қала өте тыныш қала, өте кішкентай, сондай өзінің өмірін сүріп жатқан, өзінің вайбы бар сондай қала. Бұл жақта тек студент қаласы деп атауға болады, өйткені бұл жақта универ өте үлкен и студент өте көп. Вот. Және общага бізде қамтамасыз етілген, қамтылған. Мысалы, общага бізде 50% төлеп береді, универ біздің общаганы. Негізінде сізде егер сондай шанс болса, бір универлер негізінде по полный төлеп береді. Бұл негізі Академия Мобильностьке баратын программаны, ал кейбір универлер төлеп бермейді, яғни өзің ғана төлейсің деген секілді. Яғни ұшаққа билетті, тұру, соның барлығын өзің қарастырасың, өзің төлейсің деген секілді. Яғни ата-анаң қамтамасыз етеді. Ал бір универлер бар, бір кез тұрып төлеп береді. Барлығын, кәдімгі ақша, счетқа ақша салып, төлеп беретіндер де бар екен. Бірақ мен оған ондайға түскен жоқпын. Мен өзім қамтамасыз етемін, бірақ оқу ғана тегін болады. Вот. Түсуге стоит па деген сұрақтар келеді ғой жаңағыдай. Мен түсінгенім, басқа елде оқып көру, сен басқа студенттік өмірді сезінуі мүмкін. Неге? Себебі мен мысалға өзімнің Астаналық универінде ондай студенттік кезеңді қатты сезінбедім, шынымды айтсам. Ал осы жаққа келіп мен жаңа достар таптым, басқа ортамен мен бұл жаққа келдім. И бұл жақта не важно, түрік па, түрік емес па, или басқа бір национальность па. Бұл жақта прям күніге активитилар жасау, күніге бір жаққа қыдыру, басқа елдің тамағын көру, достармен, как бы не важно, international дос па, важно қандай адаммен. Бұл жаққа келіп мен өте ашық, жарқын, сондай адамдарды таптым да, понимаете? Ал Астанада жүргенде мен ондай қатты, ондай компашкам бола бермейтін, өзім жүретінмін всегда. Өзім немесе бір-екі құрбыларыммен ғана жүретінмін. Ал бұл жаққа келіп өте өзгеше достар табасың. Вот. Адамдары сені прям ашық қабылдайды. Сен де ашықсың, олар да ашық деген секілді. Вот.